Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен біргелікте ОБД-да келген математиканың бір нұсқасын талдайтын боламыз. Сабақ басталмастан бұрын видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, және де егер тіркелмеген болса, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік, бірінші жазамыз. Мына бөлшегінің бөліміндегі иррационалдықтан құтылуыңыз дейді. Демек біз бұл 8-сінде өткен тақырып, мына белгіні жазайын қазір. Демек біз не істеуіміз керек? Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылуымыз керек. Бұл дегеніміз түйіндесіне көбейту деген сөз. Бізде қосу болатын болса, сол түйіндесі минус болады. Мінекей. Турасында 3 алынған, турасы 2 болады. Сол жоғарыға да көбейтеміз алымда. Турасында 3 алу, турасында 2 деген. Тең болады. Енді бұл жерде не шығады? Бөлшектің алымы тұра береді. Турасында 3 плюс минус. Минус ортада. Минус. Біз минусны көйттік қой. Азайту турасында 2 болады мінекей. Бөлшектің бөлімі не болады? Қысқаша көйді болмайша, мынандай біліне а квадрат минус в квадрат деген. Бұл жерде түйіндестердің көбейтіндісі болады. А минус ба? Біз мына түрінде жазамыз. Демек, турасында 3-тің квадраты азайтылған турасында 2-нің квадраты. Алымы жазыла береді. Турасында 3 алу, турасында 2 деген. Бөлімде квадратпен түбір қысқарып не болады? 3 алу 2 қалады. 2. Бұл бірге тең бұл. Бөлшектің бөлімі керем бізге. Біз сонда жауабымыз не болды? 2 турасында 3 алу, турасында 2. Жақша ішінде. 2 көбейтілген жақша ішінде турасында 3 алу, турасында 2. Осы жауап болады. Бөлшектің бөлім бірге айналып кетті ғой. Соның үшін осы жауапты іздейміз балалар. Бұл С вариантта болады екен. Түсінікті болса, мен келесі тапсырмаға өтейін балалар. Келесі. Есептеңіз дейді. Демек оны есептейміз. Бұны есептемесен бұрына дәрежені көбейтіп алатын жерде. Мына 2-ні қараңдар, мына 2 көбейді. Жақшаның ішіндегі дәрежеміз, сыртындағы дәреже 2 көбейіп кетеді. Соның іші бар, минус 9 дәреже болады. Көбейтілген. Ал 4 деген 2-нің квадраты ол. Сыртындағы квадратты. Мына 4 жаздым да, ол 2-нің квадраты. Ал сыртында 2-ні сыртқа жазып қойдым сыртына. Ал 8-дің минус 4 дәрежесі тұра берсін. Енді дәрежелер теріс дәрежелерді орын ауыстырамын. Жоғарыдағы минус дәрежесін пәске, астындағы жоғарыға. Сонда не болды бізде? 8-дің плюс 4 дәреже болады сонда. Мына көбейтілген, мына 2 көбейеді. 4 дәреже 2-нің. Мына 2-нің минус 9 дәреже, астында плюс 9 дәреже болады. Мінекей. Көрдіңдер ғой? Сонда дәрежелер плюске айналады ол жерде. Орын ауыстырған кезде теріс дәрежелер қарама қарсы неге ауысады. Жақсы. Мына 8 дегеніміз ол не болады? 2-нің кубы. Мына 4 де сыртында қалады, дәреженің сыртында. 4. Көбейтілген 2, мына жерде 4 дәреже тұра береді. Мына 2-нің 9 дәреже тұра береді. Мына көбейт жеріміз. 2-нің 12 дәреже болады, көбейтілген 2-нің 4 дәреже. Бөлімде 2-нің 9 дәрежесі болады. Енді жоғарыда мына дәрежелер қосылады. 2-нің 16 дәреже болады, себебі негізі бірде болғаннан кейін. Мына 2-нің 9 дәрежесі. Демек, бөлі болғаннан кейін азайтады. 16 алу 9 немесе 2-нің 7 дәрежесі ол не болады бізде? 128 деген жауап болады. Ол Д варианты болады. Мінекей. Түсінікті болса, мен келесі тапсырма өтейін. Осында дәрежелі білсеңдер, есептеу қиын емес балалар. Келесі арк синус 2 арк синус 4-3 деген. Бізде мына формула бар не? Синус 2 альфа деп. 2 болған үшін біз неде 2 альфа деп аламыз. 2 альфа, 2. Бұл 2 синус альфа, косинус альфа. Толық аргументтен жарты аргументке ауысу деген бір формула бар. Бізде альфаның орнында мына тұрды міне. Арк синус 4-3 деген. Мен жазып аламын бірінші. Синус жақша ішінде 2 арк синус 4-3 болады. Жақсы. Енді мына 2 формулада 2-ні жазып аламын. Енді синус жазамын. Синус. Мына альфаның орнында мына жазамын. Арк синус 4-3. Бірінші мына альфа кетті. Енді одан косинус. Көбейді косинус. Мына альфаның орны тағы да мына жазамын. Арк синус 4-3. Арк синус 4-3 болады. Тең. Енді мына 2 тұра береді формула бойынша. Мына формула бойынша 4-3-тің өзіне тең болады. Көбейді 4-3. Көбейтілген. Мына косинус, арк синус болған кезде формула бойынша түбір астында болады. Түбір астында бір азайтылған 4-3-тің квадраты 1 минус x квадрат формула бойынша.
Жақсы, мына 4002 қысқарып мына 2 қалады, немесе бөлім 2, алым 3 болады. Көбейтілген. Мына ішін есептейміз. Бір азайтылған 16-дан 9 емес па? Тең 3 бөлу 2 тұра береді. Мына түбірасына көрініңіз есептейміз. 16-ға 1-ді көбейт 9 азайтамыз. 16. 16 алу 9-шы болады, 7 болады. Жақсы. Тең 3 бөлу 2 тұра береді, көбейтілген. 16 не шығады түбірасынан? 4 шығады. 7 қалып қойды. Демек, мына күн көбейт жібереміз 8 болады. Сонда алымында 3 түбірасында 7 деген. Мына жауапты аламыз балалар неге. Бұл жауап қай вариант? Д вариант деген балалар. Д вариант. Келесі. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Өрнекті ықшамдаңыз. Бұл жерде ең алды мұнан жаңа айнымыл енгіземіне. X қосу 2 дегенді мен, мысалы үшін мен А деп белгілейші, аңғайлы болу үшін. А деп. Осылай бөл. Сонда мен X плюс 2-ні орнына аны қойып шығамын. А куб минус 6А квадрат плюс 12А минус 8 деген шығады. Бәрін А қойып шықтым. А қойып шықтым. Дәрежесімен қосып. Жақсы, енді бұл жерде А куб минус 6 дегенімді мен бұлай жазамын. 3 көбейт 3А көбейту 2 деп. Жайдым ба? 3 көбейту 2 деп, 6-ны. Енді көбейтсі 6-ға дейін ба? Келесі. Мұнанда жайым 12-ні. 3 көбейтілген А деймін да, одан кейін 2-ның квадраты. 2-ның квадраты 4 бат, 3 көбейтсе 12 шығады бұл жерде. Не ештеңе өтірген жоқ. Азайтылған 8 деген 2-ның кубы. Енді қазір бізде формула келіп тұр жерде. Бұл формула бойынша А минус 2-ның кубы деген формула келеді. Бізде мына формула болады. Естеріңде болса, осы формула. А куб минус 3А квадрат В плюс 3А В квадрат минус В куб деген. Дәл сол формуланы пайдаланып шығардым мен. Енді бізде А неге тең еді? А деген не? X плюс 2. Аның орнына қойып жазамын. X плюс 2 азайтылған 2. Соның кубы. Мұнеге қысақ болады, сонда X қалып болады. X-ің кубы қалады. Демек жауабы С болады балалар. Мінекей. Осылай шығарамыз балалар. Бұл жерде формула біліміз керек. Қысқаша көбейту формуласы бұл жерде. Және ол 7 сыныпта өткен тақырыптардан алынған. Келесі тапсырмамыз. Теңдеу шешіңіз дейді. Ең алдымыз не істейміз? Бөлшектің бөлімдігі тең емес деп аламыз. Анықтау болса міндетті түрде тауып алыңыздар. Бұл неге тең болмау керек? 0-ге тең болмау керек. 2x тең болмау керек. Неге? Минус 3-ге. Бұдан x тең емес. 3-ті 2-ге бөлген кезде 1,5. Мінекей. Егер теңдеудің шешімі минус 1,5 болатын болса, ол шешім болмайды балдар. Шешім болмайды балдар. Жақсы. Енді бөлшектің ортақ бөлімін береміз. Мынаны 2-ге, мынаны 2-ге. Мынаны мына жаққа қойдамыз. 2x плюс 3. Осылай. Сонда мына 2 мен x квадрат көбейіп 2x квадрат болады. Азайту. 2x-қа x көбейтсек, 2x квадрат болады. Мына плюс пен мына минус 2-ге минус көбейіп болады. Енді 3-ге x көбейтсе 3x болады. Мінекей. Бөлімінде 2 көбейтілген 2x плюс 3 болады. Ол тең болады 3-ге тең. Жарайды, бұл жерде x квадрат қысақ болады. Мына жерде минус 3 қалады, минус 3x қалады. Минус 3x. Бұл жаққа жазылайыншы, минус 3x. Енді мына жерде жақшан ашамыз. 4x болады. Плюс 6 ол тең болады 3-ге. Бөлшектің бөлімін жаққа көйтіп жүреміз. 4x-қа көйтіп 3-ті. 12x болады. Қосу, мына 3 мен 6 көбейіп 18 болады. Ол тең болады минус 3x-қа. 3x мына жаққа ауысқан кезде 12x қосу болып өтеді. 3x болады. Мына плюс 18-іміз минус болып өтеді. Минус 18 болады. Мұны екі қоссақ 15x тең болады минус 18. 18-ді бөліп жібереміз. 18 бөлінген минус 15. Немесе екі қысқарып не болады? 3-ге қысқарсақ асты 5, үсті 6. Минус бір алдын. Екеуін бөлетін болсақ x тең минус болады. Енді бұл жерде 6-ны бөлем 5-ге. Қараңыздар. Бірден береміз. 5 азайтамыз. Қалдық бір қалады. Үтір қоямыз. Наны 0 береміз. Сонда 2-ден береміз. Не болды? 2 жерде 5 10 болады. Бұл жерде 0 қалдық. Қашан 0 қалдық қыламыз, 0 бере береді. Демек жауабымыз не болды? 1,2. Минус 1,2 деген жауапты аласыздар не? Демек қанаттар ғой. Минус 1,5 тең болмады ғой. Демек шешім болады деген сөз мынау.
Бұл жауабымыз міне С вариант болады, құрметті оқушылар. Міне көрдіңдер ғой. Кәдімгі қарапайым теңдеу жол. Келесі тапсырмамыз мына x нөлевой, y нөлевой сандары жұбы, мына теңдеулер жүйесінің шешімі болса, онда x нөлевой көбейтілген y нөлевой өрнек маңды. Демек, жауабын табамыз, соны не істейміз? Бір-біріне көбейтеміз x мен y-тен. Сол жауапты іздейміз балдар. Жақсы, мен белгілен бір жазып алайын. X квадрат минус y квадрат тең болады 51-ге. Асты екінші теңдеуіміз x қосылу y-іміз 17-ге тең болады. Жақсы. Бұдан жалғастырамыз. Қысқа жерде көбейтіп болмаса, екі жақ жағып жатамыз. X минус y көбейтілген x плюс y-ге бұл жерде. Ол тең болады 51-ге. Енді қараңыздар. Мына жерде біз 17 жазамыз нере. Себебі өзі айтып қойды не. X қосылу y-тің орнына 17 қоямыз. Сонда айырма шығады. Y минус y көбейтілген 17 болады. Ол тең болады 51-ге. 51-ге бөліп жібереміз. X минус y мына бөліп жіберетін болса 3 шығады. Демек жаңадан жүйе шығарамыз. X қосылған y тең болады 17-ге, айырмасы неге тең? 3-ге. Енді мынаған қарағанда мына оңай кішкене. Мысалы үшін дәрежесі барына қарағанда біз мынаны шығару оңай болады. Қосып жібереміз. 2x болады. Сонда y қысып кетеді. Мына екеуін қоссақ 17 мен екеуін қоссақ 3-те. Ол 20 болады. X тең болады 10-ға тең міне. 10 деген шығады жауабы. Енді y-ті мына қоямыз. Мына жерге 10-ды қойып есептейміз оны, бірінші қадырына. 10 қосу y тең болады 17-ге, міне біз мынаны қойып жатырмыз неге. Y тең 17 алу 10 болады. Y неге тең болады? 7-ге тең міне. Көрдіңдер ғой? Енді бізден айтып қойды міне. Y плюс x нөлевой, y нөлевой, екінің көбейтісі. Екінің көбейтеміз мына. Осы екеуін. Y нөлевой көбейтілген y нөлевой. Немесе 10 көбейтілген 7 ол не болады бізде? 70 деген жауап болады. Бұл вариант, D варианты бар не балдар мен. Көрдіңдер ғой? Енді бұл жерде әртүрлі тәсілмен шығарсаңыз болады. Орын алмаса тәсілмен қойып шығарсаңыз болады. Мен формуланы пайдаландым бұл жерде мен тек оны. Формула орнына қоя салдым болған. Жақсы. Келесі тапсырма өтеміз. Y тең 2x минус 1 функциясын кері функциясын табыңыз дейді. Бізде орын ауыстырдым. Біріншіне жазып аламын. X минус 1 ол тең болады неге? Y-ға. Мінекей. Енді 2x, x тауып аламыз жерде. Бұл жерде азайды бір еді, бұл жаққа қосу бір өтір бұл жерде. 2-ге бөліп жібереміз. X тең болады. Y бөлінген 2 плюс 1 бөлінген 2. Әрқай жеге-жеге. Себебі мына дәрежелі мынандай ғой, жеге-жеге бәрінде. Ал яқты жарайды. Мына 1 бөлінген 2 дегеніміз не болады бізде? 1 бөлінген 2 деген 0,5. Y бар жерде. Плюс 0,5, 2 бірден. Ал енді y x орнына ауыстырып жібереміз. Y тең болады 0,5 x плюс 0,5 деген мына жауап белгілі функцияның кері функциясы болады. Бұл вариант қай вариантта балалар? Іздеп көрейік. Бұл A вариант деген. Осы вариант. A вариант деген. Қағаз мен өзім белгілеп қойдым. Жарайды. Келесі тапсырма. Диаметрі 20 сантиметрге тең шар центрінен 6 сантиметр қашықтықта жүргізілген қима ауданын табыңыз дейді. Демек қима ауданы дөңгелек болады балдар. Дөңгелек. Енді қолдан келгенше сызу әрекет жасайын балдар. Енді дөңгелек сызамын. Енді қолдан сәл қисық болады енді балдар, бірақ енді қане. Жарайды міне. Енді мынандай дөңгелек бар міне. Шар болған, шар болғаннан былай. Мысалы. Енді радиус диаметр 20 сантиметр дейді. Диаметрген 20. Центр О болады болса, 20 дегеніміз 10-10-нан бөлмей ма? Осылай ғой міне. Диаметр 20 болса, радиус неге тең болады? Диаметрдің жартысына тең болады. 2-ге бөлеміз 10 сантиметр болады деген соқта. Енді осыдан 6 сантиметр қашықтықта жатқан тағына қима бар. Ол қима кәдімгі дөңгелек болады, құрметті оқушылар. Міне жерде 6 болады биіктігі. Мен мына оның радиусы бар міне. Ол қима дөңгелектің радиусы болады. R бір деп қойшы. Енді мынау да шардың радиусы болады міне. Бұлай. Мінекей. Не бұлай сызып аламыз не? Мінекей. Центрі. Мына қима диаметрі ол. Мына жарымны R-қа деп қойыншы қимады. Мына R-қа. Мына жерім R-қа қима. Осылай біне алып. Ал мына жерде радиусы ол да 10-ға тең болады. 10-10-нан болады. Мысалы мына жер 10 болса, мына бұл да шар радиусы ғой бұл. Бұл да шар радиусы. Ол да 10 болады. Ортадан бөлінген ара қашықтығы 6 сантиметр.
Енді бұл жерде бізге er қима керек. Er қима кәдімгі тікбұрыш үшбұрыш. Er қима. Пифагормен шығарамыз олар. Түбір астында 10-ның квадраты алынған 6-ның квадраты. Ол тең болады. Түбір астында 100 азайтылған 64, енді оны шығарып жүрген шығады. Екеуін азайтсақ 36, бұдан шығады, 6 шығады. Демек қима радиусымыз дөңгелектегі. Ол 6-ға тең. Ал дөңгелектің ауданы бізде белгілі, S қима. Дөңгелектің ауданы бізде πr квадрат. Енді қима ол, қима радиусы мынау. Шар радиусы емес, шатаспаңдар. Демек, бізде қима мына жерде қате жазып жібердім балалар. 64 дегеніміз 36 балалар. 6 квадрат 36 ғой. Осы жерде ауысып кеттім. Мына жер 36, мына жер 64 болады. Жауап 8. Демек мына жер 8 болады. Қима 8 болады. Бұл жерде 8-дің квадраты пи, немесе 64 пи деген жауапты аламыз балалар. Бұл вариант не? Д вариантында балалар не? Көрдіңдер ғой? Мына жерде 6-ның квадраты мен 8-дің квадратын жазып жүргенмін да мен. Жарайды. Демек жалпы түсінікті ғой. Келесі тапсырма өтем онда мен. Теңіздер жүйесінің шешімі дейді. Енді бұл жерде балалар. Мен астынан бастап шығайын, жерде. X квадрат плюс 2x плюс 10 үлкен 0-ден болады. Енді мына жерде қараңыздар. X квадрат плюс 2x мына 10-ды мен былай жазамын. 1 қосу 9 деп. Формула өзі. Бізде де формула келеді. Бұл дегеніміз x плюс 1-дің квадраты қосу 9 0. Енді байқасаңыздар, мына жерде барлық оң сан шығады. Дәреже жұп сан. Оң санға 9 қоссам, ол да оң сан 0. Мынау бар ма? Мынаның шешімі ол минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мына x-тің орнына қалаған санды қойса қанағаттандар дегенсіз. Біз мына теңдікті шешудің қажет жоқ та бізге. Біз мынаны шығарсақ болды. Мына теңдікті шығарсақ, демек осы теңдікті шығаратын болсақ, осы мына 4 жауаптың біреуіне келеді. Бізге мына қажет жоқ. Себебі x плюс 1-дің ең кіші сан минус 1-дің өзі 0 болады. Ең кіші мен 0-ге тең да ол жерде мына. Жақшының ішінде көрді. 9 қоссаң 9-ға тең. Ең кіші мен 9. 9 барлық уақытта 0 үлкен болады ол. Соның үшін мына екінші қатарлы теңдікті шешудің қажет жоқ, балалар. Жақсы. Енді жоғарыдан жазамын x квадрат минус 6x плюс 8 кіші немесе тең 0. Енді бұл жерде 0-ге теңіп дискриминант тауып алсаңыз болады. Дискриминантмен шығарып алсаңыз болады. Қаласаңыз вет теоремасы. Енді өздеріңіз мақалмен дискриминантмен шығарып бересіздер. Дискриминант минус 6-ның квадраты мына тең. Алу 4 көбейту 1 көбейтілген 8. Демек 36 алу мына үшеуін көбейтсең 32 болады. Азайтса 4. 4 деген 2-ның квадраты балдар. Демек x біріміз мына жерде минус 6 болса плюс 6 болады. 6 алу 2 бөлінген 2 немесе 4 болады, 2 болады. x2 6 қосу 2 бөлу 2 қоссаң 2 6 2-ні қоссаң 8 2 болса 4 болады. Демек 4 пен 2 мен 4 деген жауап шықты. Осы жазамыз. Тең қатаң емес теңіз болғанда нүктелер боялады. 2 мен 4 аламыз. Міне интервал тәсілмен. Енді бұл жерде а бірге тең ғой. Ол нөлден үлкен болады. Міне. Демек екі жағы плюс деп ала бересіңдер міне. Ал егер міне де міне коэффициент минус болса, онда екі жағы минус орта плюс болады. Орта кері ауысады ол жерде. Бізге не керек? Нөлден кіші жағы міне. Нөлден кіші мынау. Ортаны боямыз неге. Демек жауабымыз 2-ден 4-ге дейін. 2 мен 4 қоса алынған, 2-ден 4-ге дейін аралық. Бұл вариант А вариантта бар балалар неге. Көрдіңдер ме? Жақсы, келесі тапсырма өтеміз. Косинус квадрат x тең 1. Жарайды. Енді бұл жерде косинус квадрат x енді басқа мысалы мына жаққа бірді ауыстырайын. Енді минус шыға жібердім болсақ, 1 алынған косинус квадрат x болады. Балдар. Тең болады 0-ге. Біздің формула бойынша неге тең? Минус тұра береді. Синус квадрат x-қа тең. Енді минус шыға жібердім. 0 болады, 0-ге тең болады. X квадрат тең 0. Енді квадрат x-тің синус x-тің өзі 0-ге тең болатын болса, жауап шығады. Бұл деген pn. N тиісті зеті. Бұна жауап болады балар неге. Бұл вариант не? С вариантта балар неге. Көрдіңдер ғой? Осылай шығарсаңыз болады не жауапқа. Pn қойдың болса, косинустың не жері. Барлық уақытта бірге тең болады. Себебі минус 1 болған жағдайда бізде не болады?
ана дәреже жұп болғаннан кейін бірге айланып кете береді минус біріңді. Келесі. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді балалар. Жақсы. Бірінші нөлдерін тауып аламыз. Нөлге тең қойды. X квадрат минус 6x тең болады нөлге деп теңейміз. Бұдан x минус 6x шыға жіберсек, x тең 0 деген бар, және x тең 6 деген жауап шығады жерде. Мына жерде. Мына осылай ғой. Енді графигін сызып көрсетеді, мақұл. Түсінікті болу үшін міне графикін сызып көрсетейін. Мысалы үшін міне мінекей. Так, бұл жерде 0 деген нүктені аламыз. Және 6 деген бар, мына x-тің орны. 1, 2 болса, 6 бар бұл жерде, 6. Осылай, 6. Осылай, міне осы жерден келеді, міне бедеп келеді, міне. Бұлай керіп, бұлай келеді. Бізде не сұрап, мына жердегі нені аудан сұрап атым жерде, аралықтан. Аудан. Осылай. Мына y, мына x те болатын болсақ. Жақсы, енді бізде аралық берді. А 0-ге, В 6-ға дейін бұны кәдімгі. Осы аралықты аламыз. Жақсы, енді S тең интеграл 0-ден 6-ға дейін. Мына екі орын ауысып жазамын. Бізге жауап оңсын шығу керек. 6x алу x квадрат деген болады, dx болады. Тең 6x-тің алғаш функциясы ол бізде 3x квадрат бар, мына туындалған кезде 6x беру. Азайтылған x куб бөлінген 3. Міне осының не десеміз 6 0-ді аламыз не. Тур түзу қойып. 6 0 қойып шығамыз. Бірінші алдын қоямыз. 3 көбейтілген 6-ның квадраты азайтылған 6-ның кубы бөлінген 3. Азайту. Ана 0-ді қойсақ 0-ге тең. 0-ді қоя салайын. Жақсы ашық қойын. 3 көбейтілген 0-дің квадраты азайтылған 0-дің кубы бөлінген 3. 0 көреді бізде, керек жоқ. Біз мынаны есептейміз. Так, 6-ның квадраты 36 болады, 3 көбейтсең 108. Мынау 216 болады, 6-ның ол 3 көбейтсең 72 болады балалар. Ал 2-ні азайтсақ бізде 36 деген жауап шығады. Демек бұның ауданы не болды? 36 бірлік, квадрат бірлік деген сөз. Так, түсінікті. Келесі тапсырма. Айнымалының қандай мәндерінде мына екі өрнектердің қосындысы 24 т-дан кіші болады дейді. Мен мына екеуін жазамын. Бірінші, 51 минус 17 т өрнектердің қосындысы дейді. Қосу мынаны жазамын. 39 плюс 23 т. Қосынсы 24 т-дан кіші дейді. Демек, бұлай кіші болса, міне 24 т болады. Осылай аламыз. Т-ларды есептейміз. Мына екеуін азайып кетеді, қарама қарсаң бар, минус 17 болғаннан кейін 23 т алынған 17 екеуі азайып 6 болады. Мына 24 т дегеніміз мен жаққа минус өтеді. Минус 24 т кіші. Жақсы, мына 51 мен 39 қосылады, оңсан, Мына жаққа ауысқан кезде минус болады. 51-ге 39 қосса қанша болады? 90 болады, 90. Минус 90 болады. Мына плюс 90 болады, мына екеуін қосқан кезде. Мына теңдестің оң жағын ауысқан кезде қарама қарсы минус 90 болады. Мына минус 18 т болады. Кіші минус 90 т. Енді минус 18-ге бөліп жібереміз. Біз теріс жағына бөлген үшін мына теңізді қарама қарсы, теңіздің бағыт қарама қарсы ауысады. Минус 90 бөлінген минус 18 т үлкен болады. Мына жерде не болады? Плюс 5 болады. Екі терістен. Не осы жауап болады. Демек жауап не болды? 5-тен плюс 8-ге дейінгі аралық деген жауап. Міне Д вариантта тұрды не балдар. 5 үлкен жауап бізге керек. Жақсы. Келесі тапсырма өтеміз. Так. Қабырғасының ұзындығы 2 см және оған іргелес бұрыштарының қосындысы 150 градус болатын 3 бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын сұрап жатыр. Міне мысалы үшін міне алай аламыз. Мінекей. 3 бұрыш. Так, мына екен альфа вета да болақшы. Альфа вета да болақшы. Енді қабырғамыз мына екі. Енді осыған сырттай сызылған шеңбердің радиусы дейді. Мысалы шеңбер келді ме? Сонда дөңгелек болсан. Мына жерде бұрышты табуымыз. Бізде ереже бойынша 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус болады. Бізде екеуінің қосындысы берілген. Альфа плюс вета. Міне айтып қойды өзіне. Екеуінің қосындысы бізде 150 градус болады. Біз не істейміз? 180 градусқа азайтамыз. 150 градустан.
2 30 gradus. Немен жерде бұрышымыз не болды? 30 градус болады. Бізде не формула бар? 2r тең болады синус альфа бөлін синус альфа пәске болады. Астына жазылады. Астына синус альфа. Үстінде мына қабырға. А деп болайықшы. Орнына қоямыз. 2r тең болады бізде. А дегеніміз бізде 2 тең. Өзі айтып қойды қабырғасы 2. 2 бөлінген синус альфа деп 30 градус мінекей. 30 градус. Орнына қоямыз. 2 қысат жіберсеңдер бар, 2 бір-бірден қалады. Сонда r тең болады 1 бөлінген мынау не болып тұр жерде синус 30 градуста 1 бөлінген 2 тең. Сағатылы бөлсек бойынша 2 жақ көбейеді. Қайтадан 2 тең сан шығады. Демек радиусымыз 2 тең, r тең 2 міне. Жауабы А вариант болады балдар міне. Мінекей. Жарайды. Келесі тапсырма өтеміз балдар. Түсінікті барлық формулам шығып жатыр балдар. Келесі мына функцияның туындысы. Жарайды, туынды аламыз. Бірінші дәреже алдына түседі. 7-ні көбейтеміз. Мынаны түгел жазамыз. 3x минус 5. Мына 7 дәреже 1-ге азаяды. 6 болады. Көбейтілген. Мына ішіндегі, жақша ішіндегі өнетіні туынды аламыз. 3x туындысы неге тең? 3-ке тең болады. 5 туындысы нөлге тең. Міне осы есептік болды. 7 мен 3 көбейіп 21 болады. Жақша ішінде 3x минус 5 жазамыз да 6 дәреже. Міне жауап туынды осы балдар міне. Бұл вариант қай вариантта? Д варианты бар екен балдар. Д вариантында. Түсінікті ғой? Туындының ережесі бойынша, формуласы бойынша шығып алды. Келесі. Шар радиусы 4 см болса, оның бетінің ауданы. Демек шар радиусы міне. Шар радиусы 4 см. S бетінің ауданы сұрап алды жерде. S бетінің ауданы 4πr квадрат деген формуламен шығады балдар. 4 көбейтілген 4-тің квадраты пи. 4-тің квадраты бізде 16-ға тең. 4-ке 16 көбейтсек 64 пи болады балдар. 64 пи деген жауабымыз міне Д вариантында балдар. Формула білсеңдер балдар, ол жерде қиын емес балдар. Келесі тапсырма. Логарифм 3 негізінде 2x түбірастында 2x плюс 1 тең болады 1-ге. Демек біздің түбірасты өрнеміз не болу керек барлық уақытта? Оң болу керек, оң. Нөл үлкен болу. Нөлге тең болмау керек және. Қатаң теңсіз боласында. 2x үлкен минус 1-ден, x'imiz үлкен болады минус 1-ге 2-ні бөлсек 0,5 болады. Біз 0,5-тен үлкен болған жауапты аламыз балдар. Жарайды, мына жерде жазамыз қайтадан. Логарифм 3 негізінде түбірастында 2x плюс 1 тең болады 1-ге. Оның 2 жолы бар. Логарифм 3 2x плюс 1. Түбір дегеніміз 1 бөлінген 2 тең. Түбірді. 3-ші жақ ауыстырып жүреміз. 2x бірінші мына 2-ден 1 ауыстырып аламыз алдына. Қайтадан жазып жіберейін балдар. Жарайды. Мына логарифм 2-ден 1 түсіріп жібереміз. Логарифм 3 негізінде 2x плюс 1 болды. Түбір жоқ тұғылды. 2 жақ көбейді 1-ге. Сонда логарифм 3 негізінде 2x плюс 1. Ол тең болады. Неге? 2 тең болады. Енді 2x плюс 1-нің жақсын жазамыз да. Мына 3-ні жаққа өтеді. Мына 2 дәреже кетіп болады. 2x плюс 1 тең болады. Мына 9. 2x тең болады. 9-ға 1 азайып кетеді. Қосып өтеді. Мына жаққа азайды болады. 8 болады. X тең болады. 4 болады. 4 тең жауабы А варианты болады. Енді екінші тәсілі бар балар. Көрсетемін. Логарифм 3 негізінде түбір астында 2x плюс 1 тең болады 1-ге. Түбір астында 2x плюс 1 жазамыз да 3 жаққа өтеді. Сонда 3-тің 1 дәрежесі 3 болады. 3-тің өзі болады. Дәреже көтеріп жібереміз квадратқа. Квадратқа жібереміз 2 дәрежеге. Сонда 2x плюс 1 тең болады 9-ға. 2x тең болады. 1 мен 9 азайып 8 болады. X тең болады 4. Осылай жазғанда болады балдар. 2 жолы. Демек, қанағаттанды ғой? 0,5 үлкен ғой. 0,5 кіші мынау. Үлкен дең ғой. Демек, жауап 4 болады деген сөз. Егер де жауап 0,5 кіші санап шығатын болса, ол кезде дұрыс болмайтын еді. Демек, шешім болмайды деген сияқты. Келесі. Теңдеулердің жүйесінің шешімі x нөловой, y нөловой болса, онда мына x нөловой квадрат плюс y нөловой квадрат өрнегінің мәні дейді. Жарайды. Енді бізде бұлай жазықты болады. Бірінші жоғарыдан жазып алайық. 5x минус
5x дәрежесі 5x азайтып 5x тең. Ол 100-ге тең болады. 100-ге тең. Келесі дәрежеде x қосу y тең болады. Мына сан жазамын 5-тің 5 дәрежесі деп жазамын балдар. 5-ті 5-ті көбейтсе мына 3125 береді. Мінекей. Мынадан біз 5 шығып кетеді. Сонда y қосылған y тең болады, 5-ге тең болады. Осылай ғой. Бұдан y çalатын болсақ 5 алу x болады. Мінекей міне балдар. Сол мына y-тің орнына қойып шығамыз не. 5x алынған 5-тің дәрежесінде 5 алу x дәреже болады. Тең болады 100-ге. Көрдіңдер осылай. Жақсы. Енді 5-тің x дәрежесі алу, мына бөлшек жазатын болсақ 5-тің 5 дәрежесі алым бөлімінде 5-тің x дәрежесі болады. Тең болады 100-ге. Жақсы. 5-тің x дәрежесін айнымалы енгізейікші мына. Т деп белгілесем. Т деп белгілесем. Онда Т минус мына 5 3125 бөлімінде Т тең болады 100-ге. Т-ға көбейтем бұны. Сонда Т квадрат, мына Т мен Т қысқарып, сонда 3125 болады. Ол тең болады 100 Т-ға. 100-ге көбейді. Т квадрат минус 100 Т алынған 3125 тең болады. Мына кәдімгі квадрат теңдеу балдар. Жалғасым жақызамын. Жалғасым жақызайын. Енді квадрат теңдеу шығаратын болсаңызда, бұның жауабына деп болады балдар. Мен жазып отырмай қойын. Т1 деген бірінші шешіміміз минус 25 болады деген балдар. Екінші шешіміміз ол 125 болады. Мен айтып тұрды. Қоссаң 100-ді береді, екеуі. Көбейтсең минус 3125 береді. Енді бізге оң сан керек, керегі жоқ. Мысалы үшін 5x дәрежесі тең болады, минус 125 болса, ол жауап болмайды. Шешім жоқ оның. Екінші мынаны аламыз. 5-тің x дәрежесі тең болады 125-ке балдар. 5-тің x дәрежесі мынаны 5-тің кубы емес па? X тең болады 3-ке. Мінекей. X-ті 0-ге таптық. Демек x-ті 0-ге емес, неше болды? 3 болды балдар, мінекей, 3 болды. Енді y-ті 0-ге табамыз. Y тең болады, мына жерде жазып қойды. 5 алу x-ті болды, 3-ті қоямын. Ол не 2-ге тең болады. Демек y-ті 0-ге қоямыз. 2-ге тең болады деген балдар. Мына жерге апарып қоямыз, сұраған нәрсеміз. Ол жерде 3-тің квадраты плюс 2-нің квадраты, мына 2 шешімде болады балдар. 9 қосу 4 ол болады, 13-ге тең болады жауап. 13 деген жауап міне Д варианты бар білем балдар. Бұрын көздер мына жауаптар орнына қойып шығардым. Бұл жерде жауаптарды емес, тікелей шығару керек балдар. Жауаптарын шығарып, түгел шығарып болғаннан кейін барып не? Мына сұраған нәрсені табамыз. Біз бұрын жақшамен беретін жауаптар. Ол кезде оңай болатын. Келесі. Мына функциясының кему аралығы. Демек, туындымен шығады. Бұл 10 сыныптың есебі балдар. Туынды аламыз. Мына 3 алдына түседі, мына 3 мен қысқап кетеді. Сонда x квадрат қалады. Дәреже бір азаяды. Дәл сөз жақтың 2 мен қысқап кетеді. Дәрежені туынды алған кезде 2 алдына түскен кезде. Сонда 3x қалады. Плюс 2x туынды 2 тең. Осыны өге теңемісіне 3x минус плюс x квадрат минус 3x плюс 2 тең болады 0-ге. Енді десимат шығатын болсаңыздар. Қоссаң 3 көбейтсең 1. Демек, қоссаң 3 көбейтсең 2 деген. Демек, 1 мен 2 болады жауабы. Осылай ғой? Мына x2 деген. x2. Енді осы жерде түзу жазамыз. Бізге туынды не? Кему аралық болса 0-ден кіші болу керек. Сонда кему аралық болады. Мына жерде минус, плюс 1 деген. Мына жерде 2 бар. Осы аралық шығарған кезде балалар екі жағы плюс, ортасы минус болады. Бізге минус жағы керек болады, сол кему аралық болады. Демек жауабымыз не? 1-ден 2-ге дейінгі аралық кему аралықтан С варианты болады балалар. Функция кемиетті осы аралықтан. Кемуші болады. Ары қарай өседі. Жақсы. Келесі тапсырма өтеміз балалар. Диагоналдары 30 см және 80 см. Келесі тапсырма өттік міне. Геометрия прогрессияның жалпы мүшесі VN тең 3 көбейтілген 2n берілген. Алғашқы алты мүшесінің қосындысын анықтаңыз дейді. Жарайды, n тең 1 деп есептейік, n тең 1 болғанда v1 3 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі. Неме 6 болады деген сияқты. n 2 болғанда v2 болады, 3 көбейтілген 2-нің квадраты. n-нің орнына қойып жатырмын балдар. 4 3 көбейтсең 12 бұл жерде. n3
V 3 болады. 3 көбейтілген 2-ның 3 дәрежесі. Да 3 8 3-ті көбейтсең 24 болады балдар. Демек, бізде V бар 6-ға тең еселігі неге тең болады? V2-ні бөлемін неге? V1-ге, немесе 12-ні бөлемін 6-ға, бұл 2. Демек, 2 көбей батыр кетіміз. Демек, еселігіміз 2 тең міне. Осы 2 болса болды. Бізде алғашы 6 мүшесінің қосындысы. Жарайды. Ең тең тұр. Бұлай да көрейік. Мен де формула қойып шап көреймін. S6 тең. V1 көбейтілген Q-дің 6 дәрежесі минус 1. Бөлімінде 1. Бөлімінде Q минус 1. Тең. V1 деген бізде 6-ға тең. Көбейтілген. Q деген 2. 2-ның 6 дәрежесі минус. Не болады? Минус 6, 2-ның 6 дәрежесі минус 1. Бөлімде 2 алу 1. Бөлім бізге 1-ге тең. 6 көбейтілген 2-ның 6 дәрежесіне тең 64. 64 1-ге азай 63 болады. Осы бізде 18, 1 ойда 36, 37, 378 деген жауап болады балдар міне. Міне бар. Егер түсінбесеңіздер мына білай. Бұлай жамына үшеуін таптық қой біздер. 6 қосу 12 қосу 24 қосу мына 24 2 көйіп барасың. 48, 48 2 көйзіміз 96 плюс мына 1, 2, 3, 4, 5 ғой 6-шысы мына не көйді 192. Осы бәрін қосан кезде бізде 378 береді. Осылай жазсам, егер мынадан қиналсаңдар, мына осылай жазсаң да болады. Еселім табылғаннан кейін. Демек жауап А вариант балдар. Келесі. Өрнектің мәнін табыңыз. Мұндағы 3,y-тен минус 3,16. Біз біріншімен жазып болайын. Жақша ішінде. Мынада ортақ көз y шыға жіберем. Y көбейтілген y минус 3 қалады жақсан ішінде. Мына формула бойынша не? Y минус 3-тің квадраты деген қысқаша көбейтілген. Азайтылған. Мынада ортақ көз 3 болады. 3 шыға жібереміз. 3 көбейтілген y қосылған 3 болады. 9 3 қалады. Қысқаша көбейтілген болмаса, қысқаша көбейтілген формула бойынша y минус 3 болады. 9 3-тің квадраты ғой. Y қосылған 3 болады. Көбейту. Мына екінші өрнек тұра берсін. 3 бөлінген 2-ден. Мына жерде егер мына қысқарады, ананың дәрежесі мына кетеді. Сонда не қалды жақын ішінде? Y минус 3, мына жерде y қалады, мына жерде. Азайту 3 бөлінген y минус 3 болады. Көбейту мына жақын ішінде тұра берсін. Минус 3 бөлінген y тұра берсін. Бұл жаза берсін. Мына жерде бөлімі бірде ғой. Соның үшін бір бөлшек ауыстырамыз. Сонда y минус 3 болады, бөліміде y минус 3 болады. Көбейтілге көбейту мынада бөлшек болмайды. Мына бірге айланып қалады. Бір-бірден қалады. Сонда не қалды? Жақсан ішінде 1 минус 3 бөлінген y-не. Айланып келгенде 3 бөлу. Мына қалады. Мына бәрі кетті қысар 1 болып кетеді. Енді орнына қоямыз. Тең 1 азайтылған 3 бөлінген минус 3,16. Жақсы. Мына минус пен мына плюс болып кетеді. Тең. Жақсы. Сонда 1 қосылған 3,16 3 болады. Тең. 3 1 қосылған. Енді өтіріп жазған кезде мына жаққа жазады, мына жаққа 0 қойасың. Сонда 30 бөлінген 36 болады. Енді бөлшектің алымында бөлініп 10-ға көшіп жіберсең сондай болады. 30 бөлінген 36. 1 қосу. Мына бәрі қысқарады нешеге? Мына 6, мына 5, осылай ғой. 5 бөлу 6. Немесе 1,6-дан 5 деген жауапты аласыздар балдар мінеге. Бұл вариант қай вариантта? Д вариант деген балдар мінеге. Міне осылай шығарамыз балдар. Келесі. Теңдеу шешіңдер дейді. Бұл жерде x-тің мәнін сұрап жатыр жерде. X-тің мәнін. Жарайды. 2-ның x дәрежесі көбейтілген 3-ші турасында дегеніміз, 5-тің кубы емес пе, 125 деген. Осылай жазып аламыз. Мінеке. Тең болады 200-ге. 2-ның x дәрежесі тұра береді, көбейтілген. 3-ші дәреже турасында. Енді дәрежелер орын ауысып жасақ болады. 5-тің x минус 1 дәрежесі, соның кубы болады. Ол тең болады 200-ге. Жақсы, мына 3 түбірмен 3 куб кетеді.
Сонда 2-nin x дәрежесі көбейтілген 5-тің x минус 1 дәрежесі қалады, тең 200-ге тең болады. Ал 2-ның x дәрежесі көбейтілген, ана минус болғаннан кейін бөлініп 5 жазып 5x тең болады 200-ге. Ал мына 5-ті 200 көбейтіп жібереміз. 2-ның x дәрежесі көбейтілген 5-ның x дәрежесі. Ол тең болады, 5-ге 200 көбейтсе 1000 болады, 1000. Да, мынау дәрежелер бірдей болғаннан кейін орта көбейту ғой. Дәрежелер бірдей болғаннан кейін былай жазамыз, 2 көбейту 5 дәрежеде x-те боламыз. А мына 1000 деген 10-ның 3 дәрежесі. Да, жалғасын жасайын. Да, 2-ге 5 көбейтсек 10 болады, 10-ның x дәрежесі, ана 10-ның 3 дәрежесі болады. X тең болады 3-ге. Мен жауабы x-тің 3 деген жауап аласам. 3 деген. Енді бұл жерде мына жауаптарын қойсаңыз да болады x-тің орнына. Сонда мына 200 деген сан шығады, сол жауап болады. Қойып қойсаңыз да болады, мысалы үшін. Мінекей. Мына 3-ті қойсаңыздар. 3 алу. Демек 3 алу 3 алу 1 2 болады, ал 120 5-тің кубы. Сонда 5-тің квадраты болады, 25 болады. Мына жерде 25 шығады. 3-ті қойған кезде. Ал мына жерде 8. 8-ді 20-ті көбейтсең бізде мына 200 деген санды береді балалар. Жарайды. Келесі тапсырма өтеміз. Мына теңсіздігінің шешімі. Енді бұл жерде балалар ортақ бөлім беру арқылы шығарамыз. Так, бірінші мына ортақ мына екеуін есептеп алайын. Так, мынаны x минус 1-ге көбейтеміз, мынаны x-ге көбейтеміз. Жазамын жерде. Сонда бұл жерде x минус 1-дің квадраты бұл жерде бірдей ғой, мына екеуі бірдей ғой. Азайту, мына x-ге көбейтсек x квадрат минус x болады. Мына минус, мына плюске тәсір етеді. Бөлімінде мына екеуінің көбейтісі x квадрат минус x болады. Азайту екеуді мына екінің жаққа ауыстырып жіберейін, үлкен нөлден. Тікелей. Енді есеп жоғарыдағын есептеп аламыз. X квадрат минус 2 x формула бойынша плюс 1 азайтылған x квадрат минус 2 бөлімінде x квадрат минус x болады. Азайту 2. Мына x квадраты қысақ кетеді бізде, осылай қысақ кетеді. Да, мына екеуі екі теріс өрнем қосылып минус 3x болады. Минус 3x плюс 1 бөлімінде x квадрат минус x болады. Алу 2, мына жерде үлкен нөл бар, қапет. Үлкен нөлден болады балалар. Да, мына бөлім жақ көйтіп жібереміз. Мына жаққа. Да, минус 3x плюс 1 алу. Плюс 1 азайту. Да, 2x квадрат минус, мына минус пен плюс көреді. Қосу 2x болады. Бөлімінде, енді мына жазып жіберем, мына екеуін көбейтсе. X көбейтілген x плюс 1. Үлкен нөлден болады. Жақсы. Енді арғай. Минус 2x квадрат. Мына жерде. Минус 2x квадрат. Енді мына екеуі есеп азайып минус x болады. Плюс 1. Бөлімі тұра береді. Үлкен нөлден. Жақсы, мына минус 1 көйтіп жіберетін болсақ. Сонда мына бөлшектің алдым плюс қарама қарсы ауысады. Сонда 2x квадрат плюс 2 минус 1 дегенге ауысады. Қарама қарсы. X бөлімі ауыспайды, осылай жара береді. Үлкен нөлден болады. Жалғасын жаққа жазайын балалар. Мына жаққа жалғасын. Енді мына жақшаға мына дискриминат табатын болсаңыздар, енді мынандай жауап шығады. Дискриминатмен шығаратын болсаңыздар. Так, x плюс 1 плюс 1 2x минус 1 деген жауап аласыңдар. Бөлімінде x минус 1 деген болады. Үлкен нөлден болады. Демек жауаптар не болды бізде? Мына жерде минус 0-ге, арқай 0-ге табылса x тең минус 1-ге, x тең болады плюс 2-ден 1-ге, мына жерде 0-ге де мына 0-ге. X тең 0 және x тең 1 деген мына. Мына арқай 2-ге 0-ге теңген кезде осы жауаптар шығады. Мына 1 болады. 1 болады деген. Сызамыз. 4 санды аламыз. Ең кішісі бұл жерде минус 1. Одан кейін 0, содан соң 2-ден 1. Немесе 0,5. Мақыл, 0,5 ауыстырамыз. Одан кейін 1. Осы аралықты алған кезде, интервал тәсілімен шығарған кезде, барлық x-тің алдында коэффициенті 10 ғой, плюс, минус, плюс, минус деп аламыз. Мына жақ плюстен бастайсыздар, кезең-кезеңмен ауыстырасыздар. Плюс, минус, плюс, минус. Ал егерде қандай да бір x-тің таңбасы минус болатын болса, мысалы x-тің коэффициенті алдында біреуі
Біреу немесе үшеу. Ол кезде минустан бастайсыңдар. Мына плюстың орнына минустан бастайсыңдар. Қарамасаң, ол кезең ауысып барады солай. Бізге міне үлкен жағы керек міне. Міне үлкен жағы міне. Жоқ, мына жерде ауыстыруым керек балалар. Міне қате кетіп қалыпты. Мына минус бір өткен кезде мына жерде минус бір өттік қой. Керемін ауыстырып алайын. Мына жерден ауыстырып алайын. Мына жерде қарама қарсы. Сен теріс санға өткен кезде таңбаның несі қарама қарсы ауысатын жерде. Бізге минус жағы керек міне. Минус жағы керек міне. Демек жауабымыз минус 1-ден 0-ге дейін бірігу, енді 0,5-тен 1-ге дейін аралық болады. Бұл жауап қайсы вариантта? Бұл вариант қазір минус 1-ден А варианты болады. Қателесім А варианты міне. Неке. Келесі. Интеграл табыңыздар дейді. Деме анықталмаған интеграл. Бұл 11 сыныптың тапсырмасы. Жалғас жазамыз. Енді екі тұрай берсін көбейтілген. Мына жерде жақшаға не істейміз? Дәрежеге 1 қосылады. Дәреже қандай болса дәлімдел болады. X-тің минус 5 плюс 1 болады да, бөлімінде минус 5 плюс 1 болады. Мына жерде формула бойынша, мына коэффициент 3 қой, мына 15 жазып алайын жерде. Плюс. Мына 15 тұра береді. Мынау не қой? 3 қой. Ол көбейді 1/3 коэффициент түседі. Көбейтілген. Мына жерде плюс болғаннан кейін мына синус квадрат. Минусты боламызда котангинус формула бойынша 3x минус 2 деген формула бар. Плюс 4 деген бар. 4 қандай да тұрақты сан болса, ол жаны x қойып жазасыздар. Плюс сан міне. Енді есептейміз. Демек минус 5 қосылды, ол минус болады. 4 қоя, минус 4. 4 2 қысқар, бөлім 2 болады. Демек бөліміне 2 қалады да, мынау минус 4-тері жоқ, плюс 4 ал енді үшін бөліміне алып плюс 4 болады. Аламында 1 қалады сонда. Мына минус алдынан шығып кетеді, мына 2 қысқарып, 1 мынада 5 қалады. Сонда минус 5 котангинус жақша ішінде 3x минус 2 плюс 4x плюс с. Міне осы жауап іздейсіңдер балалар. Міне осы жауап балалар. Мінеге көрдіңдер ғой. Бұл вариант қай вариант балалар? Қайсы вариант келіп тұрды? Бұл вариант А вариантына келеді балалар. Міне осы жауап А. Мінеге. Жарайды, бұл жерде барлығы формуламен шығатын бір балалар. Келесі. Сатушы 180 кг алманы бірнеше күнде сатып бітірді. Әр бір күні сатылған алманың массасы алдыңғы күннен 2 кг кем. Бірінші және соңғы күндері сатылған алмалар массасының қосындысы 30 кг-ға тең. Немді сұрақ қойып ойымызда, не сұрақтамын. Сатушы бірінші және соңғы күнде сатылған алманың есепке алмағанда барлығы неше килограмм алма сатты. Демек, бірінші күн менен, енді бұл жерде арифметик прогрессия А1 плюс АН. Бұл жерде арифметик прогрессия 30 килограмм дейін. Енді барлығы не? 180 грамм. Барлығы, демек, СН не бұтыр бұл жерде? 180 грамм. Қосынсы бар. 180 килограмм. Енді бірінші сұрақ, сатушы бірінші және соңғы күнде сатылған алманы есепке алмағанда барлығы неше килограмм. Екі азайтасың мына екеуін. 180 килограмм алманы азайтамыз. 30 килограмм алмаға. Сонда ортадағы сатылған алмалар саны шығады. 150 килограмм деген. Бұл вариант С вариантында балалар. Көрдіңдер ғой? Оңай ғана. Келесі. Тағы осы сұрақты оқимыз не? Мына жерден. Бірінші және соңғы күнде сатылған алма массаларының қосындысы барлық сатылған алма массасының қандай бөлігі дейді. Демек, бұл жерде қараңыздар. Қандай бөлігі дейді. Демек, бірінші күн мен соңғы күн сатылған 30 кг, барлығы 80 грамм. Екеуін бөлді батыр. 30 бөлінген 180 кг. Демек, 30 сырты болса, 1 болады, 6 болады. Демек, 6-тан 1 бөлігі болады деген сөз міне. Бұл вариант С вариантында балар міне. Оңай ғана шығып жатыр балдар. Келесі. 9-шы күні сатылған алма массасы қанша дейді. Демек, бұл жерде А9 сұрап жатыр бұл жерде. А9-шы мүше неге тең дейді. Бірінші және соңғы күнде сатылған. А1 плюс АН. Ол неге тең бізде? 30-ға тең. Біз сұрақ қараңыздар. 9-шы күні. Демек, А9 сұрап жатыр бізде. 9-шы күні сатылған алма массасы қанша дейді.
Жақсы, бізде SN барлығы бізде неге тең? 180 килограмм. Бізге не керек? Біз табуымыз керек N. Демек, алмаларды неше күнде сатып болды? SN формуласы. Мына формула SN тең болады A1 плюс AN. Бөлімінде 2 көбейтілген N. Міне осы формула байланымыз. Бізде мына 30-ға тең жоғарыдағы. 30-ға тең. Демек, 30 бөлінген 2 деп мына орнына 30 қойып шығамын. Көбейту N. Бізде сатылған алма барлығы 180 не? 180 килограмм. Жақсы, мұны екеуін бөлсек 15 N болады, мына 32 бөлсең. Ол 180-ге N тең болады. Екеуін бөлсек біз 12. Демек, алмаларды 12 күнде сатып болған N бізде 12 тең балдар. Жарайды. Енді формула бар. Бізде бірінші екінші формуласы бар тағы. Бізге мына формула керегі жоқ. SN формуласы бар тағы. Бұл жерде не бар? 2A1 плюс N минус 1D деген формула бар. Бөлімді 2. Көбейту N деген формула бар, N бізде 12 тең. Біз A1 табылды. Бірінші күні қанша алма сатылды? Соны табуымыз керек балдар. S 12 болды N формула бойынша. 2A1 плюс біз 12-ні қоямыз енді орнына. 12 алу біріміз 11-ге тең. 11 көбейтілген да бізде минус 2 тең. Минус 2 тең. Минус 2. Бөлімде 2 көбейтілген 12. Ол тең болады неге? 180-ге тең болады. Мына бізге керек жоқ. Жақсы, біз A1 бірінші күні сатылған алманы несі сұрап алды бізден. Мына 12 мына 2 қысқарып жерде 6 қалады. Мына екеуін 2A1 тұра береді бізде. 11-ге минус 2 көзің минус 22 болады. 6-ны 180-ге бөліп жібереміз. Ол 30 болады. Жақсы, 2A1 тең болады. Мына минус 22 мына жақ қосып өтеді. 52 болады. A1 дегеніміз мына 2 бөлетін болсақ, демек бірінші күні біз 26 килограмм алма сатылғанын білеміз. Бірақ біздің жауабымыз бұл емес. Бізде міне A9 бар. A9 дегеніміз A1 плюс 8D деген формула бар. Бізде A1 таптық жаңа 26. 26 қосу 8 көбейтілген минус 2. Минус 2 дегеніміз күніге 2 килограмм кем деп жатыр. 26 азайтылған 16. Ол тең болады неге? 10. Демек 9-шы күні біз 10 килограмм алма сатқан екенбіз не? Мінекей. 10 килограмм алма болады жауабы. Енді бұл жерде арифметик прогрессия балдар. 9 сыныпта өтілген арифметика прогрессияның алғашқы N мүшесін қосыңыз деген тақырыпта алынған есепте болар. Келесі. Сатушы барлық алманың неше күнде сатып бітірді? Таптық қой бізде 12 күнде деген. Міне. Бұл 12 күнде бар енді. Алдық есепті міне. N дегеніміз қайда? Міне N дегеніміз 12. Жақсы, келесі тапсырма. Бастапқы 3 күнде сатылған алма массасының қосындысы соңғы 3 күнде сатылған алма массасының қосындысы нешеге артық дейді. Жарайды. Енді бізде A1 бізде неге тең еді? 26-ға тең болады. Жарайды, енді 26. Енді 2-ге кеміп тұрамыз. 24 мен 22. Осы үшеуін қосамыз. Қанша болады? Мұны екеуі 50, 20 қосан 72 болады. Тұра берсін. Ал енді бізде бастапқыда бар еді. A1 плюс AN бізде 30 килограмм еді. Бізде мынау неге тең? 26-ға тең ғой. AN немесе A12. 30 азайтамыз 26-ға. 12-ге тең A12-міз. Соңғы күн сатқан алмамыз 4 килограмм екен. Демек, соңғы күні 4 килограмм алма сатқан екен. Енді осыдан біз не істейміз? 2 килограмм қосып барамыз. Соңғы міне. 4 қосылған 6, қосылған 8. Керісінше есептейміз мынау. Демек, мына 12, мына 11, мына 10-шы күні 8 килограмм алма сатады. Мынау 9-шы күні 10 килограмм еді ғой. 2-ге азайып барады. 8, 6, 4 болып кетеді. Үшеуін қосамыз енді. Мұнекі 10, 18. Бірінші мына жерде. Бастапқы 3 күнде сатылған алма массасының қосындысы соңғы 3 күнде сатылған алма массасының қосындысы нешеге артық дейді. Екеуін бөлесің. 72-ні бөлеміз 18-ге. Қостық қой екеуін.
4 çıkады. Demek 4 есе үлкен болады вариант болады балалар. Да, түсінікті болды ма? Түсінікті болса мен келесі асырып өтемін балалар. Мінекей. Енді контекст есептер бұл жерде. Да, x куб функциясы берілген сәйкестендіріңіз дейді. Бірінші мынау боламыз. А. Бұл дегеніміз x куб. X-тің орнына 2-ні қойып есептеді бар бұл жерде. Плюс f x-ті. Да, бірінші 2-ні қоям. 2-нің кубы қосылған 3-тің кубы. Мен орнына қойым 2-3-ті. Демек, 2-нің кубы бізді 8-ге тең, 3-тің кубы 27-ге тең, 2-ін қоссақ бізді 34 деген болады. 35 деген балалар, 35. Менің вариант білейін, мынау белгілейсің, сәйкесін тұрып, бірінші кіміне. 35 басасыңдар. Келесі. Тағы оны, енді высы, мынаны шығарып қойдым, керек емес. Енді біз в-ны шығарамыз, в-ны. f1, f0 дейдім. Демек, f1 минус f0 деген бар. Демек, ана x-тің орнына 1 қоямыз. 1-дің кубы алынған 0-дің кубы деп есептейміз. Ол 1-ге тең болады. Демек, мынаған сәйкесіндерсін 1-ге. Мен мына жауап болады балалар. Міне осылай белгілейсіңдер балалар. Бірінші кетті ма? Екінші контекст. Егер берілген көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 7 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысынан 2 есе көп болса, онда көп бұрыштың қабырғалар саны n және диагоналар саны m-ді мәндерін сәйкестендіреді дейді. Жақсы. Бізде міне ішкі бұрыштардың қосындысы бізде мынандай болады балалар. 180 градус көбейтілген n-2. Мына көп бұрыштың формуласы. Бізде міне демес 7 бұрыш деген бар, я? Жарайды, міне. 180 градус көбейтілген n-1. Көп бұрыштығы. Ол тең болады. Бұл жерден 2 есе деді. 2 көбейтілген деп жазамыз. Демек, 7 бұрыш дедім. 7. n тең 7. 7 қойым мына жерге 7 қойып істеймін. 7 алып 2 көбейтілген 180 градус, я, мына жерде. 180 градус қысат жібереміз. Сонда n-2 тұра береді. Мына жерде мынау 5 қой, жақсаншы. 2-ге 5-ті көбейтеміз. 10 болады. n тең 2 қосып 12 болады. Демек, біз көп бұрышымыз не болды? 12 бұрыш болады. 12 бұрыш. 12 бұрыш. N дейді. 12 бұрыш. Бұл мұнаныкі да міне. Мына 12. Мына белгілейсіңдер. В-ға 12 белгілейсіңдер. Түсінікті ол. Енді келесі. Диагоналар саны. Мынаны тауып аламыз. Біз мынаны тауып қойдық міне. Керегіміз. Енді біз мынаны табамыз. Диагоналар формуласын табуыз d тең деп алайықшы. n d тең формула бойынша мынандай болады. 2-ден 1 көбейту n жақша ішінде n-3. Мына формула шығады балалар. Енді біз көп бұрышымыз n тең 12 болды бізде. 12-ні қойып есептейміз. d тең 2-ден 1, мына n-нің орнына 12-ні қойымыз. Көбейту 12, көбейтілген 12 алынған 3. Сонда диагоналар саны шығады 12 бұрыштың. Да, мына жерде қысқа біріне 6 қалады. 6 көбейтілген мына 2 азайып 9 берейін ме? 9. 6-ға 9 қойса бізде 54 беді. Демек бізде m-ді сәйкестендіреміз мынаған 54-ге апарса. Мына жауап белгілейсіңдер балалар. Да, түсінікті ма? Мына формуланы білсеңдер болды балалар. Келесі. Да, A өрнегі берілген сәйкестендірім дейді. A-ның 60%, A-ның 35%. Да, біз бірінші ең алдымен A-ны тауып алуымыз керек. Мана өрнекті мана табамыз не? Да, бұны формуламен уақытты алып отырмайын, жалпы мына өрнектің мәні бар ма? Есептеген кезде, алымында, бөлімді, көбейтіп, бөліп, қоспасы есептеген кезде, оның шығатын жауабы 8 болады балалар. 8 деген жауап шығады. Демек, A менде 8 балалар. 8-дің 60% табамыз. 60%. Да, 8 көбейтілген 60% деп аласыңдар. 8 көбейтілген 60% 10-ді қосқа ауысатын болса, 100-ге бөлесін 0,6 болады. Ана 4,8 болады. Демек, бірінші жауабы 4,8 деген. Опа, міне. Бұлай белгілейсіңдер. Түсінікті ғой? Келесі. Енді В-ны. Мына шығарып қойдым. Енді мынаны шығарамын В. Бізде А жаңа 8-ге тең болды мынау. Мынау 8-ге тең болды есептеген кезде. Енді калькулятормен есептейсіңдер балалар өздеріңіз. Енді 8-дің 35% есептейсіңдер балалар. Пайыз. 8 көбейтілген 0,35 болады балалар. 2-ні көбейтетін болсақ, бізде 2,8 деген жауап аласыңдар балалар.
Мына апарасыңдар 8-ні. Оппа, мынаны белгілеп. Мынаны белгілеп қойсыңдар. Міне. Түсінікті ғой. Келесі асырмамыз. Жарайды. Да, x1, x2 сандары мына теңдеуінің түбірлері екені белгілі. Өрнектерді олардың мәндерімен сәйкестендіріңдер дейді. Жақсы. Да, бізде v теоремасы бар, мынаны қайта жазып жіберіңдер. X квадрат минус 3x минус 5 тең болады нөлге. Да, түбірлерінің қосындысы v теоремасы 3-ке тең болады. 3-тің қарама-қарсы аласың. А көбейтіндісі бізге неге тең? Минус 5-ке тең болады балалар. Мінекей. Та, біз мына жерде мына квадраттайшы мына. x1 плюс x2. Қазір бізге керек болады да ол 3-ке. 2 жағында квадраттаймын. Сонда x1 квадрат плюс x2 квадрат квадрат плюс 2 көбейтілген 2-ні өрнек көбейтілсе мына формула бойынша 9 болады. А бізде мына көбейтілген неге тең еді? Бізде мынаған тең 5 минус 5-ке. Минус 5 қоямыз. Сонда x1 квадрат плюс x2 квадрат тең болады. Мына минус 5 пен 2-ні көбейтсең минус 10 болады. Мына жаққа ауысқаннан плюс 10 болады. Плюс 10. Немесе 2-нің қосы не болды бізде? 19 деген жауап шығарады. Да, бізге қазір керек болады мына. Да, біріншіден шығарамыз не? Сәйкестендіру бойынша. Қазір не? x1 бөлінген x2 плюс x2 бөлінген x1. Да, қарадан көбейтеміз, x1 көбейтеміз, мынаны x2 көбейтеміз. Сонда мына екеуін көбейіп x1 квадрат болады плюс x2 квадрат болады. А бөлімі x1 көбейтілген x2-ні орын ауысуымен мәні өзгермейді. Да, бізде таптық мына 19 демін таптық мына жерде. Sonra tavuk aldım aldım yani. Бірінші тауып алайын. А көбейтімізде неге тең еді? Көбейтінде бізде мына жерде минус 5 ке міне. Минус 5. Минус 19-ды бөлеміз 5-ке. Да, мына жерде бөліп берейін. 19 бөлу 5. Да, 3-ден береміз. 3 5-ің 15 болады. Қалды 4 қалады. 3 4 қоямыз. Мына 0 береміз. Сонда 8-ден береміз. Сонда 40 болады. Не? Демек 3,8 минус. Минус 3,8 болады. Бұл вариант қайсы болады? Мына турлап қоясың міне. Мына вариант аласың. Келесі. Тағы да жазып шығайын. X квадрат минус 3x плюс минус 5 тең болады. Түбірлерінің қосындысы бізде 3-ке тең болады. Көбейтіндісі неге тең еді? Минус 5-ке тең болады. Міне жүйен. Да, мынаны жалғасып шығарамын жаққа қарай. Біз мына жаққа шығарам қайтадан. Так, x1 1 бөлінген x1 1 бөлінген x квадрат. x2 тең бе. Так, мынаны x2 тең көбейтеміз, мынаны x1 тең көбейтеміз. Енді қосындыда орын ауысқанымен не болады? Мәні өзгермейді. Бөлімі x1 көбейтіп x2 болады. Орнына қоямыз. Так, қосындысы бізге 3-ке тең жазып қойып, 3. А көбейтісі бізде минус 5-ке тең. Бөлім минус 5 болады. Минус 5-тен 3. Жақсы. Енді мына жерде 3-ті бөлем 5-ке. 3-ті бөлем 5-ке. 0-ден береміз. 3 5-тен кіші ғой. 0 болады. 0-ге 5-ті көзген. Қазір 3 қалып қалады. Біз үтір қоямыз да, мына жерге 0-ді береміз. Сонда 6-тан береміз. Сонда 6 5-ің 30 болады. Демек минус 0,6 деген жауапты аласыңдар. Бұның жауабы 0,6 деген міне. Оппа. Мінекей. Түсінікті. Да, А-ның мәні өрнегі бойынша төмендегі шамалары жауаптарымен сәйкестендіріңдер дейді. Бірінші А-ны тауып аламыз. А тең түбір астында 5, көбейту түбір астында 5, түбір астында 5, оны тағы түбір астында 5, кете береді, шексіз бұл. Осылай кетеді, бәрі кете береді. Енді квадраттайым сегіз жағын. Квадраттайым кезде бір түбір кетеді, мынау кетеді, түбір. Бір екім кетеді. Сонда А квадрат тең болады, 5 қылады. Қалған не? Мінекей. Осылай кете береді. Шексіз. Бұлай соза бересің. Оппа. Бізде мынаның өзі белгілі ғой, А алды. Сонда біз не болды? А квадрат тең болады, 5А болды балдар. Так, А квадрат тең болады, азайту. 5А тең болады 0-ге. Мына квадрат тең. Жалғасын бе жазамын. Мына А-ны шығарып жіберсек. А минус 5 қалады, тең 0. А бірінші шешіп тең 0 болады. 0-ге тең болмайды. Мында еш жоқта. 0-ге тең емес. А минус 5. Ол тең болады 0-ге тең. Немесе А тең 5-ке тең болады. А 5-ке тең болады балдар. Оны туыры мұна 5-ке алып қоясың. Жауап не? Да, түсінікті ғой.
Енді екінші мынаны шығарып қойдық біз. Біз шығарып қойдық. Енді мынаны шығарамыз. А бізде 5-ке тең болды балдар. Жаңа шығарамыз. Енді мына жерге 5 қоясыздар. 3 көбейту 5 плюс 2. Демек 3 жерде 5 15 болады. 2-ні қосамыз. 17 болады. Мен жауап осы 17. Мен мына 17-ге апарып белгілеп қойсам деген. Оппа. Түсінікті? Келесі. Ал енді бірнеше жауап барлы тапсырмалар келдік енді. 16-тан бір. Бізде формула бойынша келеді. Қысқаша формула бойынша. Бұлай жазайын онда мен. 4-ті. 16-тың 4-дің квадраты ғой. А-ның 4-ті А квадрат. Соның квадратын бер бізде. Плюс 2 көбейтілген бізде 4-тен А квадрат көбейтілген 4В болады бұл жерде. Плюс мына жерде 4В-ның квадраты. Осылай жаздым балар. Ол тең болады бізде неге тең? А квадрат бөлу 4 плюс 4В-ның квадратын берді. Не бұл вариант? В варианты бар балар. Қазір бір жауап таптық балар. Жақсы. Енді мына жерде мынаны қайтадан жазайын. А квадрат плюс 4 плюс 4В-ның квадраты деп жазып аламыз да. Біз жақсын сыртында 4-ті көбейтіп 4-ке бөлеміз балалар. Немесе 16 4 емес. 16 балалар. 16. Осы жерде қателестім. 16. 16-ны көбейтіп 16-ны бөлеміз да бұл жерде. Бұл жерде 16-ны көбейтіп 16-ға бөлеміз. Жақсы. Енді осы жерде 16 сыртта қалады да. 16-тан бірді үшін жақсы кіргізіп жіберемін. Көбейту. Ол не кіреді сонда? 4-те 1-дің квадраты кіреді. Ол 4-те 1-дің квадраты ғой. Дәрежелер бірде болғаннан кейін 4-те 1 кіріп кетеді ішіне. 4-те 1 көбейтілген жақша ішінде А квадрат бөлінген 4 плюс 4В. Соның квадраты кіреді. 4 көбейт жібереді. 4-те 1 көбейт жібереміз. 16 тұра береді. 4-те 4 көбейіп 16. Та 16А квадрат дұрыс ой кетіп отқан. Плюс мына 4-ті қысап кетеді. В қалады. Соның квадраты. Так, 16 көбейтілген. 16 жақ көбейтіп жіберетін болсақ, А квадрат плюс 16В болады. Бөлінді 16. Соның квадраты. Бұл А жауап келеді балдар. Енді осылай түрлендіре бересіңдер балдар. Так, келесі. Так, мына жауапқа да келуі мүмкін қазір мына жерде. Көрейін тексеріп. 4. Осы екі жауап деп ойлаймын басқа. Басқа вариантқа келмейді балдар. Так, келесі тапсырма. Дұрыс тепе-теңдікті түрлендіріңдер. Дұрыс тепе-теңдіктер дейді. Жақсы. Мына жерде балдар қараңыздар. Пиден қосылып жатыр. 3-ші ширек балдар. 3 ширек таңес плюс кетен бар. Демек орынды. Атын ауыстырмайды. Келесі тапсырманы қараймыз балдар. Атын ауыстырады синус, бірақ мына 2-ші ширек. Кос 2-ші ширек минус таңбасы бар. Мына жерде минус таңба шығу керек еді. Демек қате мынау. Демек жауап болмайды деген сөз. 3-ші С. Мына 2-ші ширек балдар 2 пиден 180 градус азайып отыр ғой. 4-ші ширектен балдар, 4-ші ширектен 2 пиген ол. Пи болса бұнда болады. Демек 4-ші ширек. Ол 4-ші ширек, ол не болады? Теріс таңба синус. Атын ауыстырмайды, синус алып. Мына дұрыс мына. Келесі. Синус косинусқа ауысады, ол дұрыс косинусқа. Ал ол жерде 270 градустан азайып алады. Ол 3-ші ширек болады балдар, 3-ші ширек. Ал 3-ші ширек теріс болады таңбасы. Демек Д вариант дұрыс болады. Мына А вариант, Д вариант. Енді қалғандар дұрыс келмейді балдар. Мына енді шығады. Демек 3-ақ вариант шығып тұр бұл жолда. Келесі. Геометрия прогрессияның 3-ші және мүшесі 1-ші мүшесінен 9 есе көп. Алғашы 6 мүшесінің қосындысы, алғашы 2 мүшесінің қосындысына К есе көп. К мен тұпырасында К плюс 9 орындағы мәні қандай дейді. Жақсы, бұл жерде
Геометрия прогрессияның үшінші мүшесі v3 ол не бірінші мүшесінен 9 есе үлкен дейді. 9-ға көбейтеміз деген сияқты. Дәл сол сияқты S6 алғаш 6 мүшесінің қосындысы k есе көп дейді. Алғаш 2 мүшесінің қосындысынан дейді. Бізден сұрап жатырды k тең сұрақ және түбір астында k плюс 9 тең сұрақ болады балдар. Бұны қалай табамыз? Жақсы. Мұны жерде міне v3 дегеніміз 9v бірге тең ғой. Мұны жай жібереміз. v1 q квадрат ол 9v1 болады. v1-лі қысақ бітеді. Сонда q квадрат тең болады 9-ға, q тең 3-те аламыз балдар міне. Енді плюс-мінус 3 болады. Бірақ екеуінде жауап бірдей шығады. Мен плюс 3-те аласайын. Біреуін есептесең, екеуінде де бірдей жауап шығады балдар. Жақсы. Нең бізде q 3-те болады. q тең 3-ке тең. Немесе еселік 3-ке тең болады. Ал енді мына жерде S6, S2 деген формулаға қойып есептейтін болсақ, v1 көбейтілген q-дің 6 дәрежесі, 3-дің 6 дәрежесі. Азайды 1. Бөлімінде не бар? 3 минус 2 болады. Тең. Бізде k белгісіз. Көбейту. Енді мына жерде 2 дәрежесі бар. Алғаш 2 мүшесінің қосындысы. Бұл болады v1 көбейтілген қазір міне есептейміз. 3-дің квадраты алынған 1 бөлімінде мына жерде 1 балдар. 3 алу 1. Жақсы. Бөлімде қысақ бітеді бар. 2-2. Және v1-лі қысақ бітеді. Сонда 3-дің квадраты бізде неге тең? 9 бір азайтсын 8k болады. 8-ға қалдым жерде. Мынадан 3-дің 6 дәрежесі 729. 729 бір азайтсын 728 болады. K тең. Мұнан бөлесім 91 болмай ма? Қан таптық міне. Демек 91 деген вариант болады. 91. K тең 91. Мұна жерде минус 3-ті қойып есептейтін болсаңызда да осындай k 91-ге тең бола береді. Қалай есептесеңдер? Себебі мына жерде минус 3 қоясың, оны бәрі қысақ бітеді, бөлім қысақ бітеді. Дәрежелі бәрі 10 болады дәрежелі. Квадратпен 6 дәреже. Бәрі сол санамсы шығады, өзгеріс шығын. Сонысын минус 3-ті қойып дәреже есептеу қажет жоқ деген сөз. Енді екінші бол не? Түбір астында k плюс. K дегеніміз 91-ге тең. 91 9-ды қосып түбір астын шығарамыз. Екеуін қоссақ бізде 100-ді береді. 100-ден 10 шығады. 10 деген жауапты мына жерде қажеті. Бұл бірәнді. Осы екі бар жауапты аласы болар. Түсінікті ғой, келесі асма өтеміз. Бұл да осында көп баратын есептер. Соңғы есеп шығар деймін, қателеспесем. Жақсы. Оны былай жазамын. Түгелінен бір жемінен біріш келдір бар. 10 дәрежеде 2 плюс LG, неміз 10-дағы логарифм x минус y, ол тең болады 10-ның 3 дәрежесі 1000 деген. 10-ның 3 дәрежесі 1000 деген. 10-дар тасақ бітемін. Сонда 2 плюс 10-дағы логарифм x минус y тең болады 3-ке. Енді біздер ескерді көрдік балар. Ескерді көрдік. Y үлкен 0-ден болады, y-ден 0-ден үлкен болады және x-іміз үлкен y-ден. Осыны есетті болындар балар. Жатта болындар. Енді y-дің мәні бұл жерде маңызды емес, оң болу. X-дің мәні мұна қанағаттандырса болды балдар. Жақсы. Бұдан 10-ның логарифм x минус y тең болады. 2 жақ ауысып азайды өтеді, 1 қалады. Немесе x минус y дегеніміз не болды? 10-ға тең болады. Біреуін тауып алдық. Енді екіншісін есептеймін, жеке-жеке есептеймін. Орта қосу болғаннан кейін көбейді болады. 10-ның логарифм x минус плюс y көбейтілген y минус y тең болады. Мына 1 дегеніміз 10-ның логарифм 10 болады. Плюс 10-ның логарифм 14. 10-ның логарифм x плюс y мұны қысқаша көбейтіп ұрынау ғой. Бұл тұра берсін, осылай жаза берейін мен. Қазір керек болады бізде. Тең. Мұны ортасы қосу болғаннан кейін мына екеуінің ортасы көбейеді. Немесе 140 болады. 14-ке 10-ды көбейтсең 140. Мына тасақ береміз. LG-лар x плюс y көбейтілген x минус y тең болады 140-қа. Бізден белгілі айырмасы 10-ға тең. Сонда қосынсыз табамыз. Y қосылған көбейту 10 болады, тең болады 140. 10-ға бөліп жібереміз. Сонда қосынсы не болды бізде?
14 тең болады не. Енді жаңа жүйе пайдаланамыз не. Демек қоссаң 14, азайтсақ 10 болады деген не. Қосып жібереміз 2x болады. Сонда y-тен қысап кетеді. Сонда 24 болады мына. 10-ға 14 қоссаң. X-тен 12. Бір жауап таптық мінекей. 12 деген жауап бар ма? Бізде міне көбейтін сұрап отқан көбейтінсі. Көбейтін санынан біз тауып аламыз. Y табамыз. Мына жерде 12-ні қоятын болсақ, Y-тен 14. Мына 14 қой. Азайтып өтеді мына жаққа. Сонда Y-іміз неге тең? 2 тең болады. Демек 12-ге 2-ні қоссаң 14, көбейтсе азайтсаң 10 болады. Демек біздің X көбейту Y сұрап алды. Немесе 12-ні 2 көбейтеміз. 24 болады. Енді 24-тің бөлгіштері. Қай сандар бөлінеді? 1 бөлінеді, 2 бөлінеді, 3 бөлінеді, 24-ке 4, 6, ары қарай 12, 24. Осылай емес пе? Қысаң алып кетті ме? 8 бар жерде. Міне ортада 8 алып кетті ғой. 8. 1, 2, 3, 4. Дұрыс болды. Енді бұл жерде мына сандар ішінен жауаптарына 2 бар ма? 2 деген жауап белгілейміз, не? Бөлгішті. 4 бар, не? 4 деген жауап бар ішінде. 4 белгілейміз. 6 деген санымыз бар жерде. 6 деген бөлгіш болады. Міне. Қалған сандар жоқ. 9, 5, мына сандар ішінде жоқ. Демек жауабымыз 3 жауап шықты. В, С, Ф. Мінекей. Балалар, сонымен видеомыз сабағымыз аяқтаймыз. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Егер де тігілмеген болсаңыздар, тігіліп қойды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.